Bugün 2020 yıl 6 yanvar Özgön mal bazarı. Suranışlar menen Özgöndün at bazarına gelip tartatабыз. Kanalga атталып коюңуздар, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Көк ат канча экен? Көк атты 100 000 сом дейт. Aka attın bağısı kança? 150 000. Jaşı kanca? Жазға 4 тасы екен, bağısı 150 000 сом deydi. Yok, kaç kanaldasın? Nereye? Attın bağısı kança eken? Jaşı kanda okudu? Asi olur da. Жазға asi болу да. 150 000 сомды ат тұршы, жазға жаңасы екен. Қаяқтан алып келдіңіз? Заргерден алып келдім, 86 000 беріп отсаптым. Заргерден алып келген екен, 86 000-ге сұрап атышып тұр. Аттың басын айтып қойсыңар бі? 100 кәмі барды отасыңар. Жашы қандай? 3 асы екен. Аттың басы қанша? Басы. Қаншасы? Пышты ат екен, басы 100 000 сом дейді. Аттың басы қанша? Қанша асы? Асы қанша? 2 асы екен, басы 100 000 сом. Улақа дейді. Aka atыңыз қанша деп отырсыз? 500 000 сом. Пышты бі? 500 000 бе? 500 000 сомдық ат, жашы пышты екен. Бұны қаяқтан алып келдіңіз? Жалы аттан келген ат екен. Владимир қысы. Россиядан келсе керек бұла? Россиядан келсе керек. Россиядан келіп тұр. Азбасы мұ? Аттың басы қанша екен? Аттың басы қанша? 130 000 сом. Mına attın bası kança eken? 120 Jaşı kança? Жаңасы ят, басы 120 000 сом.
Бұл жерде ат сатылып аташайды, баа болуп атат. Ne olur da deyzi? Yok mu? Yok. Yurak bağı oldu. Doşa kadar var. Ya аттың басы қанша екен? Басы 90 мың сом кәмі бар. Жашы қанша? 6 ат.